Ассалаумағалейкум, құрметті каналдың тіркелушілер, құрметті қонақтар. Бүгінгі видеороликтер біздер кешегі екі системный блоктан шыққан мындай материнский платаны ашамыз. Материнский платада қандай детальдер алынады, соны бәрін көреміз бұйырса. Ал бастайық. Ең бірінші біздер мына затты алып тастайық. Так. Алынғанда так. Мына нәрсе шан-шан болайын деп тұрған сияқты. Ого, мынау деген ужас қой, мынау ужас. Так, мынау радиатор. Қазір оны біз алып тастаймыз кейінірек. Так, мен барып мынаны жуып қайтайын. Мынау потому что мына зат болмайды. Шан деген жек көретін нәрсе. Мынау да сондай. Барып жуып қайтайын ваннаға оны. Тазалық сақтайық. Міне мынаны жуып қайттым, сүрттім. Міне енді әтпесем болды. Как будто с магазина пришел дейді ғой. Мына радиатор, жаңа мына процессордың үстінде тұратын зат қой. Жаңа тұрған вентилятормен несін пластмассамен уже лақтырып тастадым, ол қажет жоқ. В общем, міне мынаның ішінде медный сердечник болады, мыстан. Кәдімгідей слиттік та уже дайын. Соны қағып шығарамыз. Жалпы оны бүйтіп қағып шығарам да мен. Уже біреу емес, не жүйін аштым мен осындайдан. Мынау өте ауыр. 150 граммдай шығатын шығар мынау мед. Осы материнский платының ішінде шығатын бір приятный заттар біреу, медный сердечник дейді. Мынау және алюминге кетеді. Мынау мыс. Так, барайық. Ендігіне мына жерде алынатын зат мынау сірә процессор. Мына слоттарды қалай ашатынын көрсетем. Алынатын, так, мына жерде міне резонатор. Резонатор. Мына сірә мыстар, процессор. Мына алюмин. Мына слот, оперативный памяттің слоттары мынау ұзын. Так, мынау да алтын жалатқан, бірақ процентный соотношение өте аз міне мынаның ішінде. Онда аламыз біздер, қалдырмаймыз. Онда алтын. Так, енді біз қайсынан бастайық? Давайте мына шетінен бастайықшы. Так, процессор дейді да. Процессор. Опа. Опа. Міне. Сарғайып жатыр. Мынау бәрі алтын. Мына процессордың аяқтары бәрі сарғайып жатқан. Ол алтын. Көрініп тұрған шығар да. Очень красивый процессор. Так, енді біз мынаған келсек, мынау кейіннен алынады. Мынау мыс, таза мыс мынау. Міне қызарып тұр. Ол мыс, мына пластинка. Ол қалай алынады? Мына арасына бет пышақ салып, ашып жібересіз, мына өз-өзімен түсіп кетеді. Мынау мысқа лақтырасыз. Ал мынау процессор. Ол алтын. Так, кейіннен мына жерде мынандай SMD конденсаторлар бар. Міне мыналар қоңыр. Міне 1, 2, 3, 4. Бәрін алсаңыз, ол бәрі ішінде палладий құрамында. Палладий деген металл болады. Ол қатты қымбат тұрмайды. Бірақ жинасаңыз да болады. Жинай беріңіз.
нан сырамайды, жата береді, тып-тыныш болып. Мына бір процессор алдық біздер. Так, дальше. Дальше дейді, дальше. Мынаны аламыз. Резонатор дейді. Мына құрамында күміс болады. Біреу, және міне екіншісі бар мына жерде. Екіншісі. Так, тағы не бар екен? Мына жерде мынау конденсатор бар, қажет жоқ. Мусорға тастаймыз оны. Кейбір адамдар оларды жинайды, тек дәм болсын. Меніңше дәм болсын да ол. Так, мынаны қалай алынады? Міне, просто қысқашпен. 1, 2, алып міне. Так, құрамында оның негізі мына кеше айтқандай мына ножка деген бар ғой. Ножкалар сплошной алтын болса, сары цвет. Онда жинауға стоит. Бірақ мынау сплошной аппақ цвет. Өкінішке орай ол қажет емес бізге, значит. Енді ол бәрі сондай болады шығар, бәрін ашпай қойайын. Так, мынау не? Мынау сондай болу керек. Ол да сондай, міне ақ, тек азғантай несі бар. Кішкене тек сарғайып жатыр. Ондайларды мен жинамаймын. Егер де өзіңіз енді жинайын десеңіз, жинай беріңіз. Бірақ мен жинамаймын ондай заттарды. Себебі оның құрамында процентный соотношение өте аз. Міне, көрдіңіз ба? Азғантай міне бір точка бар. Мен ондай жинамаймын. Мусорға лақтырамын. Так, дальше. Мынау. Надо процессорды не солу керек. Так, біз оны аямаймыз. Выставкаға шығармаймыз біз оны. Мынау енді міне алюмин. Мына астында тоже процессордың бір түрі бар, бірақ оның ішінде алтын ондай көп емес. Все равно жинайсыз ғой. Жинауға болады. Так, сосын міне мынаның ішінде SMD конденсатор міне мыналар, оларды да жинайсыз. Негізінде мынандай не болғанда менде электропистолет жоқ та. Мынаның астында міне көрініп тұр. Мынау да сарғайып жатыр, о да алтын. Ол алатын тек немен кетеді, нагревальныймен. Оны жылыту керек та. Жылтас алынады ол сосын. Менде онда пистолет жоқ пока. Қазір көрсетейін просто. Қызық үшін. Негізі оларды да жинауға болады, бірақ құрамында өте аз алтын. Жинасаңыз да болады. Мынандай пистолет болады, электропистолет, термопистолет дейді. При нагревании мыналар өздері түсіп қалады. Негізі YouTube-та бар, қалай жинайтын. Жігіттер осыны жинайды. Мынау сарғайып жатқан, негізі мынау алтын бастары. Осыларды жинайсыз тоже. Сосын SMD конденсатор оп-оңай алынады, просто. Міне, кәдімгідей. Және ол еще міне осындай қоңыр болады, ол кішкентай.
SMD конденсатор. Онда жинайсыз, жалап, асықпай. Так. Мынандай чиптер бар. Онда аласыз. Оның құрамында алтындар бар. Опа, оңай нәрсе тоже. Біреу. Мына жерде міне екіншісі бар. Мына 3. Так, тағы да қандай заттар бар екен мына жерде. Енді мына жерде сірә мынау мыс, азғантай болса да мыс. Так, мыналарға келсек. Міне ананың астында алтын көрініп тұр. Мына разъемдар. Мынау да алтын міне. Онда жинасаңыз да болады. Так, мыналарға келсек. Мынандай чиптер, кішкентай микроконтроллер, оның ішінде алтындар болады. Сосын және де толық мына материнский плата, мынандай SMD конденсаторлар болады. SMD конденсатор полный. Оларды бәрін жинайсыз. Так, мінеке кішкентай чиптер бар. 1, 2, 3, 4, 5. Ішінде бәрі алтын құрамында. Мынау да бар міне. Мынау да бар міне. Мінеке. Мынау. Так, енді мынандай слоттарға келсек. Оларды жинайсыз. Мынаның құрамында күміс болу керек міне. Мында жинайсыз. Міне мына чиптер де бар мына жерде. Мына чиптер бар ғой, үлкен чиптерді оп-оңай жинауға. Так, емшін шақырасыз. Болды. Мынау шықты. Чип. Ішінде құрамында алтын бар. Мынау да дәл сондай вариантпен кетеді. Ешқандай қиын жоқ. Кетті. Признает только грубая сила. Так. Тағындай бар мұнда. Алатын. Мында осылай аккуратно жалап алуға болады. Негізінде пистолет болғанда жақсы болатын еді. Бірақ енді қолмен уже үйрендік біздер авалап. Мында чиптерді істеп жинаймыз біздер. Мына уже көрініп тұр, мына кішкене алтын, сосын мына қараның ішінде ода алтын бар. Онда жинаймыз біздер, мына бөлек шығарамыз. Мына жерге. Сосын материнский платының ішінен алынатын заттар. Мінеке мынандай слот, бірақ оны кеше уже аштым, ішінде алтындар жоқ екен. Өкінішке орай. Кәдімгідей аппақ не болып тұр, металдар. Сап-сары металл емес до конца. Міне арт жағы аппақ болып тұр. Тек мына іш жағы кішкене сарғайып тұр. Бірақ мен де ондайларды жинамаймын. Себебі мартышкин тұрып болып кетеді, тек дәм болсын. Уақыт көп кетеді, бірақ ешқандай пайдасы жоқ та оның.
Так, міне мынау күміс дедік біздер. Жаңа бір разъем алған кезде міне мынандай ақ разъем кәдімгідей көше тұрған. Тоже отверткамен шұқып жүрсеңіз мындайлар заттар шығады. Мынау күміс. Онда жайлап бөлек жинайсыз. Так, сосын мыналардан негізінде целиком алтын емес, бірақ жинауға болады екен. Уже міне көріп тұрғандай бүткіл ножка сарғайып тұр. Значит, оны жинаймыз. Жинағанда оны бүйтесіз. Просто покачать туда-сюда. Ол өз-өзімен шығып кетеді. Міне. Арт жағы енді ақ болып тұр. Мына алтын. Оны жинаймыз біздер. Мына жерге. Так, сосын мінекей. Мынандай заттар. Олар да алтын. Мынау да алтын міне. Мынандай. Негізінде материнский платаның ішінде сарғайып тұрған нәрселер полный, олар алтын. Оны жинай берсеңіз болады. Бірақ чтобы 1 грамм алтын шығару үшін афинажниктердің айтуы бойынша нешеу керек екенін білмеймін, 1 килодай керек шығар мынандай заттан. Неше материнский плата ашу керексіз, жинау керексіз оны. Так, сосын мынаның ішінде батарейка дейді. Ішінде тоже не болады, күміс болады дейді. Енді оны рас па, рас емес пе, мен шын мен білмеймін. Білген адамдар болса комментария жаза қойыңыз. Так, жаңа айтқандай сарғайып атқан заттар бәрін жинайсыз. Сары. Любой сары зат материнский платада ол алтын жалатқан. Бірақ ондай процент өте аз құрамында. Но сосын мындай полубочонка дейді. Полубочонок дейді. Мындай. Оны қазір біз біреусін тістеп көрейікші. Ішінде шыға ма, шықпай ма? Көріне ме алтын, көрмей ма? Бар екен. Бар екен. Мынау мыс емес. Мынау сарғайып тұр. Ол алтын негізінде. Осылайна полубочонок деген. Оларды жинайсыз. Мұнда тек қана мен біреуін көрдім. Жаңа. Міне екіншісі бар. Ол міне мынандай зат. Полубочонок дейді. Міне мынау. Оның ішінде алтын бар екен. Кейбіреулер бірақ бос болады. Кейбіреулерінде алтын бар болады. Бірақ бәрін жинай беріңіз. Сосын келген кезде афинаж мысалы уже сол кезде тексеріледі. Сосын міне мынандай заттар міне. Ода алтын ішінде. Міне мынаның ішінде де алтын. Сарғайып тұр, көрініп тұр. Дұрыс көрінбейді просто. Міне мынаның ішінде. Мынаның ішінде алтын. Міне мынандай заттар болады олар. Мінекей. Мына чипті де аласыз. Сосын мына материнский платаны, мына ішінде SMD конденсаторды ұмытпаңыз. Мына қоңыр. Так. Негізінде бір айта кетейін, мына платаларды, материнский платаларды қалаларда, үлкен қалаларда қабылдайды. Мысалы, Алматы болсын, Астана, Атырау, Ақтөбе, Тараз, Шымкент. Бізде Ақтауда оны қабылдамайды. Қарағанда қаладан қабылдайды тоже. Семей. Бір платаны, по-моему, 500 теңгеден алады. Апарсаңыз, чем битіп шашып жүргенше, бір платаны тапсырсаңыз 500 теңге олар алады. Вот. Но перед этим обязательно микропроцессорды алыңдар, қалдырмай. Міне осындай вариантпен апарсаңыз 500 теңге олар қабылдайды. Қабылдайтын жерде приемный пункттар да бар. Ал міне осындай азғантай обзор, видео сәл ұзақтай болып қалды. Но тем не менее, міне мына процессор, өте керемет процессор.
міне көрініп тұр алтындар. Чип, 4 чип, так, 2 резонатор, полубочонок, міне шыққан заттар. Процессор, чиптер, процессор, так, 2 резонатор, 2 алюмин, ішінде медный сердечник, резонатор мен батарейке қосамыз, ішінде күміс болу керек. Бірақ мынаның ішінде күміс бар ма жоқ па мен білмедім. Так, міне осындай міне обзор қысқаша на материнский плата жайлы. Тағы да бір материнский плата бар еді, кешегі системный блоктан шыққан. Оны бұйырса, оның ішінде де міне тоже медный сердечник на радиатордың ішінде. Ода сондай система болу керек. Я міне оны бірақ кейіннен ашармын. Так, слоттарды ішінде тек қызық үшін ашып өтейін. Қандай болады екен ішінде. Олада сондай екен. Бесполезный заттар. Так, чип. Слоты. Мынаны аламыз біздер. Мына айтқандағыдай. Так, процессор. Мына процессорды аламыз бұйырса. Мынаның астында да процессор тұр. Міне онда аламыз. Алюминий. 2 резонатор. Іш құрамында күміс бар. Мынандай батарейка. Мынандай кішкентай ішіне қандай разъемдар бәрі, подряд разъемдар бәрін аламыз. Чип. Так, нарада міне тағы да бір чип бар мынандай міне. Онда аламыз. В общем, материнский платалар бәрі бірдей. Тек қана бар ғой. Мыналарды обязательно қарайсыз ашып. Мынандай заттарды. Кейде мына ножкалар ағармайды, сап-сары болып тұрады целиком. От и до сап-сары болып тұрады кәдімгідей. Сол кезде соларды обязательно полный алып тастайсыз, жинап, бір баночкаға салып. Вот, мынандай слоттар. Мынандай жинайсыз тоже. Вот осындай обзор, қысқаша емес шығар. Но сәл толықтау айтқым келіпті. Сол толықтау айтқан сияқты, кішкене видео ұзақтай болса да. Так, алюмин, медный сердечник, процессор, чиптер. Чипті отдельно айтқым келіп тұр. Чипті негізде мен бір рет көрсеткенім бар. Мына аяқтарды канцелярский пышақпен тек алып тастайсыз. Осылай. Тек көздерді ойлаңыз, көзге үшкіртпесін, мына кішкентайлар. Міне осындай болып кетеді. Міне осындай болды. Аяқтармен пышақпен қырып тастаңыз. Осындай болып шығады. Мынаның ішінде құрамында алтыны бар. Мынау да сондай тоже. 4 чиптер. Осындай видео. Видео ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк. Комментарий жазыңыз обязательно. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Жауап мен процессорды аштым. Негізінде мен мұндай бірінші рет кездесіп отырмын. Соны әдейі қосылып, видеоға түсіріп отырмын. Мына мен мед дедім да, мыс. Негізінде постоянно мыс болып кездесетін еді маған. Мына мен мыс қалақтар дедім, бірақ мына жерде мынандай болып тұр міне. Іші сарғайып тұр, ол алтын. Оны біз қалдырамыз. И сірә мынау процессор міне. Оның асты, оны мен қалдырам екеуінде де. Екеуінде де сол чиптерге жіберем. Соның чиптердің арасында жатады.
мынандай бір коробка бар еді менде, соған бәрін қосып жинай беремін бұйырса. Ал енді мына жаңа айта кететін, міне мен мына жаңа нені біреуін суырдым, ақ цвет осы жерде тұрды. Міне мына көрсетейін деп, міне мынандай тұрды ғой, аппақ болып мына жерде. Оны кәдімгідей бүйтіп шұқып, мен отверткамен оны шығардым. Оны не үшін шығарам? Мынандай тек көрсетейін деп, мысалы міне мынандай ножкалерді бүйтіп суырып алуға болады. Міне олар бәрі де алтын жалатқан. Бірақ олар енді құрамында өте аз, но жинай берсеңіз, уақыт бар кезде кешке қарата істеп, асықпай отырып. Так, камера не поймает. Вот. Уже дала қараңғы түсіп жатыр. Соны көрсетейін деп, мынандай ножкалерді жинаймыз. Оны обязательно жинау керек. Асықпай мінеке отырып, өзі жайлап шыға береді. Міне ешқандай қиыны жоқ. Енді мына күмістерге келсек, күміс ножкалер оны дәл сондай қылып ашылады. Олар енді сәл қиындау болады. Міне олар ақшыл цвет, міне молочный. Мыналар мысалы сары болса, мынау ақ цвет болады. Молочный, ол күміс жалатқан. Онда жинайсыз. Оны лақтырмаңыз, бір бөлек банкіге жинап беріңіз жайлап. Так, қазір менде немде жоқ андай пистолет. Әйтпесе көрсетер едім мыналарды қалай түсіретін. Бірақ ютубта бар. Разбирай материнскую плату деген ютубқа кірсеңіз көресіз. Так, сосын міне мынау да алтын, мынау алтын. И міне мынандай жерлерде мінеки мынандайлар бар. Міне мында аласыз. Оның ішінде де алтын. Міне мынаның ішінде. И еще міне мына ножкалерде міне сары болды. Ол да алтын. Мыналар да міне алтын. Міне мыналар да алтын. И марадағы разъемдар ода тоже алтын болады. Міне. Ал осындай қысқа постскриптум, тек соны көрсетейін деп, мен мына алтындарды қалай аламын деп, кәдімгідей просто, легко и просто деп жайлап жинай бересіз. Ол жүрсін жайлап түсе береді. Мінеке. Болды, сау болыңыздар, жинай беріңіздер.